Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен түскі немесе кешкі асқа әзірлейтін болгар бұрыштарынан жасалатын тағам әзірлейміз. Ең алдымен 2 пиязымызды майдалап турап аламыз. Айтпақшы, каналдың дамуына үлес қосамын деген ниетті жандарға банк карточкасының номерін емес, төмендегі подписаться батырмасын басу арқылы қолдау білдіре алатындарыңызды ескертіп кетейін. Артынша тазаланған күрішімізді және тұзымызбен бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте болгар бұрыштарымызға осы тартылған етті нығыздап салып шығамыз. Ешқандай да бұрыштарымыз пісу уақытында шашырамайды, ішінен еттері түсіп кетпейді. Мінекей барлық бұрыштарымызға тартылған етімізді салып шықтық. Ендігі кезекте сорпамызға қосатын заттарды алдын ала турап аламыз. Құрғақ қазанымызға майымызды құйып қыздырамыз. Одан кейін барып пиязымызды саламыз. Кішкене қызарғанша араластырып тұрамыз. 2-3 минуттай уақыт кетеді. Не кішкене сарғайды. Енді одан кейін сәбізімізді саламыз. Сәбізді өз қалауларынша көп жақсы көрсеңіздер, бір үлкен салсаңыздар болады, немесе менікіндей жарты сәбіз салсаңыздар да болады. Кейін артынша әдемі түс беру үшін қызанағымызды салып бурамыз. Тұздап бұрыштаймыз. Тағы да араластырып аламыз. Артынша туралған картопымызды салып, кішкене тағы ұстаймыз. Енді кезекте бірінші су құймай болгар бұрыштарымызды орналастырып шығамыз. Артынша қайнаған суымызды құйсақ болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша құясыздар. Егер сорпасы көп болса, онда суды көбірек құясыздар. Ал егер менікіндей аз болған қаласаңыз, онда орта белден құйсаңыз болады. Суымыз қайнағаннан кейін міндетті түрде астын жай отта бұқтырып пісіреміз. Шамамен 30-40 минуттай. Одан кейін пісуге жақын қалғанда лавр жапырағын салып, тағы кішкене бұқтырамыз. Мінекей бұрыштан жасалған асымыз дайын болды. Иісі де керемет, өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызды қуантып жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге Тағам ТВ арнасы. Келесі кездескенше, жаңа рецепттермен жүздескенше сау саламатта болыңыздар.